Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, өте керемет, сіз техникамен бөліскелі отырмын. Бұл техника үйде ақша болмай қалған кезде, қатты ақша керек болып қурап қаласыз ғой, енді дым таппай сол кезде жасауға болады бұны. Бұлай для профилактики жасауға да болады. Ол үшін жаңағы қалай айтсам болады. Ол үшін біздерге растущая луна керек. Қазір растущая луна ғой, достар. Өсіп келе жатырған ай. Өсіп келе жатырған ай, жылына тек 4 рет жасауға болады бұны. Күнде жасауға болмайды. Жылына тек 4 рет жасауға болады растущая лунаға. Қазір растущая луна, қазір нешесіне дейін, 10-на дейін жасауға болады. Ол үшін сіздерге любой бір свеча керек. Любая бір свеча, қандай болады, парафиновый, немесе восковая, немесе церковный. Дым таппасаңыз тортқа арналған свечада болады. Свечаны бекітесіз бірдемеге, подсвечник болса, подсвечник, болмаса крышкада болады. Свечаны қоясыз, спичкмен жағасыз, жаққаннан кейін дұғаны 7 рет оқисыз. Жаққаннан кейін дұғаны 7 рет оқисыз. Оқып болғаннан кейін өзіңіздің сөзіңізбенен сондай проблемаңыздан құтылғаймын, ақша жоқтықтан құтылғаймын деп өз проблемаңызды айтасыз. Свеча жанып болуын күтесіз. Жанып болғаннан кейін свечаның қалдығын аласыз да любой ағаштың түбіне тастайсыз. Апарып тастайсыз, үстіне песок құйып тастайсыз, болды. Одан кейін ешнәрсе жасамайсыз. Көп ұзамай сізге ақша келеді. Ақша келгенде, достар, наивный болып ойламаңыз, аспаннан жауады деп. Ақша потогы ашылады. Мысалға, үйіңізде жұмыссыз адам болса, жұмысқа кіреді. Бизнесіңіз жүрмей қалған болса, бизнесіңіз жүреді. Немесе бір қаяқтан болса да сізге ақша келеді. Болды, достар, сәттілік жасап көріңіздер.